Алматыда тағы бір кафе әкімшісі қазақша қызмет көрсетуден бас тартты. Админ мұнымен шектелмей келушілерді қара тізімге қосып ұятсыздар деп атаған. Видео авторының жазуынша оқиға Павлин-Мавлин дәмханасында болған. Келушілер қазақша қызмет көрсетуді өтінген. Администраторсыз ғой, да? Қазақша сөйлеп тұрмыз сізге. На казахском разговаривайте, пожалуйста. Алайда админ қыздардың талабын орындамай, қазақша сөйлеуге міндетті емес екенін айтып, оларды қара тізімге қосамын деп қоқан-лоққы көрсеткен. Ну почему я должна? Не должны, кстати? Нет, я не должна. Вы должны. Я никому не должна. Вы должны на казахском. Не должна. Вот в этом помещении вы будете в черном списке, и вы сюда больше ногой не сделаете. Бессовестно. Ал тіл туралы заңда мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парыз деп жазылған. Осылай қазақ тіліне байланысты бір дау басылмай жатып, екіншісі пайда болды. Осыған дейін Гюсто мейрамханасының әкімшісі Елена да қазақша қызмет етуден бас тартқан үшін жұмыстан кетіп, халықтан кешірім сұраған. Енді ол ұсақ бұзақылық жасады деп танылып, 78.640 теңге айыппұл арқалап отыр. Айтпақшы, қазақша сөйлеуді талап еткен адамға да осындай көлемдегі айыппұл салынған. Айта кетейік, қазақша қызмет көрсетуді талап ету Қазақстан халқының құқығы. Ал журналист Жалғас Ертай қазақша қызмет көрсетуден бас тартатын компанияларға айыппұл салу керек деп отыр.